Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен ерекше дәмді ауызашарға ұсынылатын сирникейдің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті бір дайын қамыр, 300 граммдай сыр, бір жұмыртқа және майонезіміз қажет. Қамырымызды екіге бөліп, ұнның көмегімен орташа қалыңдықта жайып аламыз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында жасалатын ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Жайылған қамырымызды бір шетке қойып, сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Сырды таңдағанда еритін түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Біздің сирниктерімізде сыры көп болған сайын дәмді, әдемі, пайдалы, қатпарлы болып піседі. Жұмыртқамызды ақ уызынан сары уызын ажыратып аламыз. Енді дайын қамырымыздың үстіне майонезімізді жағып, сырымызды сеуіп, видеода көргендеріңіздей бір келкі етіп барлығын орап аламыз. Қолымызбен басып, сирниктерімізді тегістеп аламыз. Тапамызды майлап, сирниктерімізді кесіп орналастырамыз. Біздің сирниктеріміз қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутқа пісіп шығады. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, өз қалауларыңызша кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдағы уақытта ерекше рецепттер болады. Менің арнама жазылып өтіңіздер. Ас болсын.